Әдетте, біз қойдың етін тұтыну ағзаға ауыр деп жатамыз. Барынша сиыр етін және жылқы малының етін тұтынуға тырысамыз. Бірақ биологиялық материалдарды талдау және зерттеу орталығы мамандарының пайымынша, қойдың етінің көптеген пайдасы да баршылық екен. Мұны аталмыш орталықтың мамандары барынша дәлелдеп бағуда. Бұған қатысты ғылыми дәйектерді сөз етер болсақ, қойдың етінің құрамында су 68%, ақуыз 17,03%, май 13,06%, көмірсутегі жарты пайыз болып түзіледі. Бұған кальций, фосфор, темірді қосып қойсақ, ғалымдардың қой етінің талай дертке дауа деп отырғанының жаны бар екенін бағамдаймыз. Мұндай деректерді тізбелеп отырған генетиктер, биологтар қой етінің бүйрек қызметін бекемдеп, белсіздіктің алдын алатынын да баса айтып отыр. Осыған қарап ата-балаларымыздың көрегендігін, білімділігін тағы бір мойындауға тура келеді. Мәселен, қазақтың ежелден келе жатқан бір дәстүрі, ол жас босанған әйелге міндетті түрде бір қойды байлап оны қалжа етіп сою. Бұл босанған әйелдің белі тез бекіп, сүйектері жылдам қатаю үшін әуелден жасалынып келе жатқан ғұрып. Ғылыми дәйекпен ұлттық ғұрпымызды салыстырар болсақ, астарында көп нәрсе жатқанын аңғаруға болады. Қойдың еті ғана емес, сорпасының өзі талай дертке дауа екенін анық байқаймыз. Осыны білгендіктен бабаларымыз заманында өмірге бала келген ананы, ауыр дерт меңдеген сырқаттарды, көз тиген баланы, ағза қорғанышын, яғни иммунитетін жоғалтқан адамды қойдың етімен, сорпасымен емдеуді жөн көрген. Жас босанған әйелге міндетті түрде қалжа сойылып, оның мойнын жас анаға жегізіп, сорпасын ішкізу арқылы, қазақ халқы баланың да ананың да сүйегі тез бекиді, денсаулықтары нығаяды, екеуі де кез келген ауруға төтеп бере алады дегенді мықтап ұстанған. Қазақтың ұлттық сусындарының тағы бірі бұл қойдың сүтінен жасалатын ежігей сусыны. Қойдың сүтін ашыту арқылы жасалатын бұл сусында адамның бойындағы қажетсіз микробтарды жойып жіберетін қасиет бар. Осыны зерттеп отырған биолог мамандарымыз елдегі асыл тұқымды қой шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар қазақтың ежігей сусынын заманға сай өндіруге қызығушылық танытса, ұлттың денсаулығын түзеуге мол үлесте қосылар еді. Сондықтан болашақта қой шаруашылығы саласы дамытуға қатысты жаңашылдықтарға мән берілсе екен. Ал енді кімдерге қойдың етін жеуге болмайды? Тоқтала кетсек. Өт қабы мен ұйқы безі ауруларынан басқа, қой етін қышқылдығы жоғары жара және гастрит кезінде қолдануға болмайды. Өнімді диетадан алып тастау метаболизмнің ауыр тұқым қуалайтын бұзылуларымен қатар жүретін аурулармен, әсіресе подаграмен байланысты. Сондай-ақ қой етін жеуді егде жастағы адамдар шектеуі керек. Олардың ас қорыту жүйесі үшін бұл ет тым ауыр болуы мүмкін. Осыған ұқсас себептермен қой еті 6 жасқа дейінгі балалардың рационында да орын алмайды.